Кіндігімнің жасқаны, тамған жерім ауылым. Әркімге туған жері, елі қымбат. Адам баласы үшін туған өлкесінен асқан киелі нәрсе жоқ. Себебі, бұл мен түгілі аялаған анамыздың, қолпаштаған әкеміздің, туған туыспен жора жолдастың кіндігінің қаны тамып, туып өскен жеріміз. Қасиетті туған жерде білім нәрін сусындаған мектебіміз, балалық пен жастық шақтарымызды өткізген ауылымыз Алға ауылы. Сондықтан, егер сен не үшін туған өлкеңді сүйесің десе, Мұқағали атамыз айтқандай, күн мен түнін, топырағы мен шаңын, қыбырлаған жәндігіне дейін сүйемін дерем. 1982 жылы осы ауылдың 1975 жылғы жас өрендері Алға орта мектебінің алғаш табалдырығын аттап, өмір атты үлкен сүрлеу жолға алғаш іс салған еді. Заңғар таулар алыптықты, кең дала дарқандықты, теңіздер шексіздікті бейнелегені сияқты, адамның балалық шағы пәктіктің, таза адами көзқарастың көрсеткіші іспетті. Өйткені, ол кез жасандылықтан, қулық арамдықтан ада кез емес пе? Бүгінде, міне, сол сыныптастар әр жерге туын тіккен, шаңырақ көтерген, рухани қуатын балаларының болашағына жұмсайтын жандарға айналып, ердің жасы 50-ді еңсеріп отыр. Балалығым алыстап қалдау менің, бал күнім қияға самғау медің. Жүйке бұзар тірліктен жүдегенде, сен есіме түсесің, бал дәуренім. Қамшының сабындай қайран тірлік, бір күні шарт сынары әмбеге аян. Өмірдің өзі күшті болғанымен, өтетіні өкінішті. Тумақ бар жерде өлмекте бар дейді. Шіркін, бәрі орнымен, бәрі ретмен келсе, өкініштің өзені тасып, қайғының қара жаңбыры жаумас еді. Кеше ғана арамызда күліп ойнап, жарқылдап жүрген бір топ дос құрбыларымыз бүгінде арамызда жоқ. Бір қанатымыз қайрылды. Өлім түгілі өкпеге қимайтын есіл достар жайлы ендігі жерде естелік айтамыз деп кім ойлаған? Өмір барда ағайын, өлімде бар. Ақылға тән қашанда сабыр ұстам. Азаматты қорқытпас тағдырмыстан, қалай қарай жүрсеңде есте болсын, қарсы алдыңнан шығады қабірстан. Амал қанша буасың белді бекем, бірте-бірте шырағың сөнді мекен. Егер сөнсе ол қайтып тұтанбайды, қабірстан қараңғы соңғы мекен. Жел боп шайқап даланың гүл етегін, тіршілікті әрине жыр етемін. Өліміңнен білінер кейде сенің, өміріңнен білінбей кім екенің. Күлімдеп атқан әр таң бақытқа толы. Демек, адам баласы әр күні күреседі. Ақ желкенін жыққысы келмейді. Өйткені өмір тоқтаусыз қозғалыс, келешекке сенімнің айқасы. Себебі әр жүректе үміт бар. Үміт бар жерде өмірдің нұры сөнбейді. Әрбір арайлап атқан таңды күлімдеп қарсы алып,
жақсылықтар жанарларда нұр шашып, қуаныштар еселене берсін.